Салам достар, менің арнама қош келдіңіздер. Көрмей жатып тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Бүгін бізде берік сұрақтың 3-ші әрі соңғы бөлімі болады. Ал біз видеомыз бастаймыз. Сонымен кешегі айтқан балың нешеде болатын болды? Ертең таңертеңнен кейін уже бастап кетеді. Уже бастап кете ма? Ал мен көйлектерді қашан тігіп үлгерем? Уайымдама, мен оларды алдын ала тапсырыс беріп қойдым. Бұйырса кешке келеді. Жақсы болды ғой. Мына киімдерді кірмашинге айналдырып жіберейін. Мені құтқар. Шыдамым таусылды. Ой, мұны дауыс тағы естіліп жатыр. Ая, қаяқтасың? Ая, не үшін күнмен таласып ұйықтап жатсың? Тұрсаңшы. Ойбай, ұйықтап қалыппын ғой. Не болды? Әлгі дауыс тағы құлама естіліп жүр. Одан да сен оны мүлдем есіңе алмай, қазір бет оғымыз жояқты ұйықтай берейік. Ертең бал болады, соған шаршап қалмайық дегенім ғой. Жақсы. Түнгі сағат 3. Кешегі тапсырыс берген көйлегім не үшін келмей жатыр екен? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, сіздің тапсырыс берген көйлектеріңіз келіп тұр. Не үшін түннің ішінде келіп тұр? Негізі оны кешкі әкелу керек еді ғой. Біздің көптеген мәселелер шығып қалып, соған байланысты кеш жеткізіп жатырмыз. Курьер келіп тұр, содан алып кетіңіз, сау болыңыз. Жарайды, тіпті жақсы болды ғой. Түннің ортасында келіп тұр екен. Сәлеметсіз бе? Рахмет. Әдемелеп қорапшаға орап та беріпті. Қазір ашып көрейін. Мәссаған, әдемі сияқты ғой. Қазір мына жаққа іліп қояйын. Вау, мына көйлектерді әдемісін ай. Мен мынаны кием. Өзіме осыны таңдап алдым. Жақсы, тезірек ұйықтап қалайын. Достар, сіздерге видео жалғаспай тұрып бірдеңе айта кетейін. Келесі видеода менің арнамда сұрақ-жауап видеосы шығады. Соған байланысты сіздер маған деген қойылатын барлық сұрақтарыңызды жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде бәріне жауап берем. Немене жарық болып кеткен бе? Таң атты. Не болып қалды? Көрмей тұрсын ба, таң атып кетті. Біз балға кешігетін болдық. Шынымен де тапсырыс берген көйлектерім келіп еді. Кеше түнде келдім. Соларды киіп алайық. Вау, неткен әдемі. Енді шашымызды жинап әдемі қылып қояйық. Қазір мұнай шешіп тастайын. Болды, міне екеуміз де әп-әдемі болдық. Басталатын уақыты да болып қалыпты, тезірек барайық. Барсақ барайық. Шынымен де осы жер ме екен? Осы жер. Осы жақта болады деді. Так, сіздер не себепте келіп тұрсыздар? Біз айтпай-ақ қой, өзім айтамын. Біз осы жақта бал болады, соған келдік. Өзіңіздердің билеттеріңіз бар ма? Әрине бар.
Көріңіздер. Және билетті маған бересіздер. Иә, кіре беріңіздер. Күнде мені мазалап жүрген дауыстың не екені анықтайтын сәт келген сияқты. Бір амал тауып бұның не екенін анықтауым керек. Кім, тұра тұршы, мен бірінші ашқана барып келейінші. Иә, бара бер, мен бұл жақта күтем. Ол не болуы мүмкін? Неге мені мазалай береді? Не себепті сен мені мазалай бересің? Мені сенен басқа ешкім естімейді. Ойбай. Жауап беріп тұрма? Сонда да мені күнде мазалай береді ғой. Оның не екенін білуім керек. Кеттім. Ол мына жақтан шығып жатыр. Менен осы жерден шығып жатыр. Не деген қап-қараңғы жер? Бір жер ашық жерді көрмейсің. Сонда да бара берейін. Неткен қорқыныштым. Не болып жатыр мына жерге? Дауыс күшейіп келе жатыр. Мүмкін ол ана бөлмеде секілді. Аяқтарым қалшылдап кетті ғой. Мына жер. Немене? Мынау. Кім мынау сонда? Ненің ішінде жатыр? Тым болмаса бұны төсегіне жатқызып қояйын. Сен мені құтқардың. Енді сені ешкім де мазаламайды. Баяғыдан бері сенің құлағыңа естіліп жүрген дауыс, ол менің баяғы заманда қалып қойған, көмекке шақырып жатқан рухым. Яғни айтқанда, бұл менің рухым. Саған алғысым шексіз. Енді екеуміздің қалай қашан мүлдем білмеймін. Сондықтан мына қамырсынды саған сыйға беремін. Менен естелік болсын. Ал, қош бол. Тағы да рахмет айтамын. Мені ұмытпайсың деп ойлаймын. Шынымен де мен оны құтқардым. Енді мен тыныш боламын. Және де ол рухты ешқашан ұмытпаймын.